ел аралап жүрміз. Жұмыссыз жүрген жастарды көп көреміз. Бұрын қарап отырсаңыз, енді сіз Союзды көрген адамсыз ғой. Біз шетін көрдік. 80-90 жылдарда қазіргідей заман жоқ тұғын. Фирма, магазин, дүкен, қазіргідей базар, бұндай үлкен-үлкен мынау заводтар ол кезде жоқ еді. Мынау жеке меншіктері, мен айтқым келген. Бірақ бос адам көрмейтініміз байқайсыз ба? Егін, әйтеуір бір нәрсе шауып жататын, басқа қылып жататын. Қазір енді дамыдық дейміз, бірақ қол бостар өте көп. Жұмыс жоқ дейін десең, қалаға кірсең, әр екінші, үшінші жаңағы зданиялар, магазин, дүкен, завод, әйтеуір бірдемелер жасалып жатыр. Жол құрылысы, үй құрылысы тоқтамай жүріп жатыр. Жұмыс жоқ дейін десең, бәрі көрініп тұр. Осы Құдай біледі, әр адамның өзіне байланысты. Әр адамның қолындағы нәрсе. Егер біреу барып жұмыс істеймін десе, Алла біледі, проблема мынада деп ойлаймын. Қазіргі жастар жұмыс таңдағанда бірінші айлығын сұрайды. Жұмыс істеймін дейді. Баратта бір жұмысты көріп, айлығы қанша дейді. Анау, ол естіп жүр ғой мынаяқта, пәленше мынанша айлық алады екен, пәленше мынанша айлық алады екен. Ол қалай жұмыс істейді, ол мен жұмыс жоқ. Барат, айлығы 150 мың, ол маған не тұрады ол деп. Осылай, біріншісі қателіктің, бірінші айлыққа қарайды адамдар. Біздің қарасаңыз, мынау тәжірибеде қарасаңыз, кез келген, сізге бір жұмысшы келсе, сізде бір ай жұмыс істесін, егер ол өзінің ісінің маманы болса, жұмысқа жайына ашитын болса бар ғой, сіз оны жібермейсіз. Жібермеймін де, ақшасын да көбейтіріп. Ақшасын көбейтесіз. Проблема осыда. Мен айтарым, сен жұмыс таңдама, айлық таңдама. Сен өзің жақсы көретін жұмыс таңда. Бардың мейлі, ойыңдағыдай 150 мың айлық алдың. Барда отыр, телефон шығып. Жақында сенің айлығың түседі. Болмаса жұмыстан кетесің. Өзімізде мына кішігірім медреседе қызмет қылып көрдік қой. Сонда жігіттер келеді оқуға ше. Басында ойлайтынбыз, ұстаздар дұрыс емес пе деп ше. Келеді, ана ұстаз дұрыс емес, мына ұстаз дұрыс емес деп кетеді. Сөйтсек, ұстазда емес, тірлік балада екен ғой. Оқысы келмесе, әйтеуір біреу желеу қылып кетеді екен ғой. Сөйтсек, ол бала бұған дейін қанша ұстазды жамандап кеткен адамда. Оқимын деген бала ұстаз таңдамайды ол. Өйткені ол кітаптан оқиды ғой негізгісін. Сол сияқты мен қазіргі жастарға айтар едім. Оның ішінде өзімізде бармыз ғой, Құдай сақтасын, біреуге ақыл айтпайық, өзімізге де осы бала шағамыз, бауырларымызға айтар едік. Сен бірінші өзің жақсы көретін жұмысты таңда. Одан кейін айлығын таңдама сен. Сен жұмысты көрсет. Сенен ешкім айырылмайды. Егер барып жатып жерсің ба, онда бәрі ұзаққа бармайсың. Бірінші қателік осы. Одан кейін бізде шыны керек еліктеу, іші тарлық деген нәрсе бар. Сіз мысалы бір жерде жұмыс істеп 300 мың тауып жатсыз, бірақ сіз өте іскер адамсыз да. Отырып алады да, неге ол 300 мың алады? Неге мен 150 мың алам? Деп ше, сонымен болды, сый салмайды да. Бұл жұмыс істемесе де анау сияқты айлық алу керек та. Арыстан ағамыз айтатын бір мысал бар еді, керемет. Екі жұмысшы бір фирмада жұмыс істейді, біреу 300 мың алады, біреу 150 мың алады. Сөйтіп анауысы келеді да, бір күн шыдай алмайды енді. Ішінде ол әбден қызған ғой, жанады ғой енді. Біткен кезінде келіп айтады. Екеумізде жоқ қой, екеумізде сантехникпіз. Неге ол 300 мың алады? Неге мен 150 мың алам? Деп отқан кезінде анау басшы айтады. Көшеде сақыр ремонт тұрып, қазір айтам. Сен көрші ана, не болып жатыр көшеде дейді. Ана жүгіріп барып келеді да, көшенің асфальтты бұзып жатыр екен дейді. Неге бұзып жатыр екен дейді. Қазір сұрап келем дейді да, барып, астында труба жүргізіп жатыр екен. Қанша уақыт істейді екен дейді. Қазір біліп келем дейді, барып біліп келеді. Молодец негізі, шауып тұрды. Барып біліп келеді. Бір апта жұмыс істейді екен. Сөйтіп әңгімелесіп жатқанда екінші 300 мың алатын бала келеді. Сөйтіп, мына көшеде ана сақыр сұқыр батыр не болып жатыр өзі дейді. Анау барады да, аға жолды бұзып жатыр екен, астында труба шірген екен, соны ауыстырып жатыр, бір аптадай жұмыс істейді екен дейді.
бір аптада істейді екен дейді. Түсіндіңіз ба? Сол сұрақтың бәріне бір дегенде барып жауап алып келді ғой. Мынау 3 рет барып келеді да, анау бір барып келгенде уже тындырып келеді да тірлікті ше. Маған қарайды да, сен не үшін мынадан 2 есе аз алатыныңды түсіндің ба дейді. Осы ғой, кез келген ақылы бар адам мықты жұмысшыны жібермейді, бағасын көтереді. Сол біріншісі жақсы көретін мамандығын таңдаса, одан кейін соны Алла үшін деп адал істесе. Өзі адалдық деген бізде мынандай ғой, көп жүрміз ғой, енді көріп жүрміз ғой, жұмыс істейді адамдар. Егесінің көзінше жақсы жұмыс істейді да. Егесі кетсе шалап, мысалы адал жұмыс істесін, жер қазасыз ба? Тракторды соқасын 30 сантиметр жерге батырады да тартады. Соляркін жейді ол. Егесі кетсе 15 сантиметр көтереді да бетінен дыррррр деп ұрып кетеді да. Анау фундамент құяды. Цемент бір тоннаны, бір телешікке, мысалы 10 арба тасқа 2 цемент қосады деген сияқты. Егесі кетті ма, 10 арба тасқа бір цемент салады да, бір цемент ана жаққа кетеді, будкеге қарай. Ұрып жатыр да. Құдай көріп тұр ғой. Сен егес үшін істеп жатыр, Құдай көріп тұр ғой. Құдай сені түсіреді бәрібір. Бізде осы егесі көріп тұр деген нәрсе бар да. Құдай көріп тұр деген нәрсені сезіне алмай жатырмыз ғой. Жұмыстарда, сол үшін қазір бізде жұмыстарда ұрлық, қарлық деген нәрсе көп. Егесі былай кетсе ол бірден деген сияқты ше. Одан кейін тағы бір нәрсе байқайсыз ба? Бір адамдар 11-де тұрады. 11-де тұрады. Көп жастар. Көп жастар. Көзін уқалап көшеге шықса, көршісі жақсы көлікмен бағанда, ол бірақ 11-де жұмыстан қайтып келе жатады. Біз бәрі мұсылманбыз ғой. Осы исламға кішкене қарасаңыз, пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, таңның уақытында Алла тағаланың періштелер жер бетіне рызық шашады дейді. Сол кезде ұйықтап жатқандар сол күнгі ырзығынан құралады дейді. Біз 11-де тұрамыз дейді. Атоңғылық тұқырттан байып кетеді осылар. Не істейді осылар? Олар Алланың періштелерін әрекет жасайды. Біз көбінесе ойлаймыз, мен таптым, мен қолымнан келеді. Жоқ, Алла береке бермесе сен ешкім емес. Алланың берекелеріне кішкене мән берсек. Одан кейін осы нәрселерді қатты қолға алсақ, әр адам үйінен шығып, бисмиллямен шықты. Сол жолы болады. Кейбір кезде көріп жатамыз ғой, әкең шешең деп қатын боқтап сол күйде үйден шығып кетеді ғой. Мынандай түсінік бар адамдарда. Осы кезде айтады, ана пәленше 11-де тұрып ақ көп тауып жатыр ғой. Ерте тұрсақ та болмай жатыр ғой. Бұл оған сәйкес келмейді дейді ғой. Жоқ, сәйкес келеді. Негізгі байлық ол дүниеде емес, қанағатта. Ана 11-де тұрып, бүгін көп тауып жатыр ма? О кезде негізгі айтқысы келгені, сен $1000 табасың. Ал түсте тұрған $100 табады деп жатқан жоқ. Таңда тұрып $100 тапқан адамның берекесі болады. Мынау түсте тұрып $1000 табатын адам бар ғой, ол ақшада Алла тағаланың берекесін алып қояды. Мысалы, пайғамбар саллаллаху алейхи айтады, таң намазының сүннеті, парыз емес, сүннеті жер бетіндегі бүкіл байлықтан артық дейді. Таң намазының сүннетін оқыған адам әлемдегі ең бай адам дейді. Енді осы жерде тұрып алып, біз тағы сұрақ қоя аламыз ба? Сонда оның қалтасына қанша ақша түсті? Біз өзіміздің санамызға сала береміз ғой көрше. Одан кейін балдарымызға жаңағы дұға қылып үйретсек. Жолға шыққан кезінде. Баяғы аталарымыз, қазірлер қойды оны. Баяғы аталарымыз, мынау киноларда да көрсетеді. Жолға бірдеңе шығайын деп жатқан кезде қарияларға қарап, ал бата бер қария деп айтатын ше. Баяғыдағылар бата. Қазір бізде қызық әзіл бар. Атадан бата қанша фото қалсын дейтін болды ғой қазір. Байқайсыз ба? Кез келген ұстаздарды біреулер көреді ғой, маған бір насихат айтшы демейді. Келші суретке түсейікші дейді. Көріп сол сонда ғой. Соны айтады, батаға қанша фото қалсын дейді. Сіз айтады да, естелік қой деп қояды. Бүгінгі бір нәрсе ертеңгі тарих дейді ма, сондай әдем мақал шығарып қойған. Заманауи мақалдар. Бір оқиға айта кетсем. Салахуддин Айюби деген кісі болған. Әл-Ақсаны алған адам.
Бұл Шам өлкесі жағында өмір сүрген адам. Айлақса Израиль. Мысалы, екеуінің арасы біраз жер. Бір қария, жұмада анау тепшек бар ғой біздің шығып, имамдар Құран оқитын, құтпа оқитын. Бір қария, осы Салахуддин Аюбидің ауылының мінбәр жасайды. Өзі ағаш ұстасы болған, қартайған шағында айтады. Осы мінбәрді жасаймын, содан кейін жұмысын тоқтатамын, шаршадым. Бірақ бұл соңғы жұмысымды осы мінбәрді Әл-Ақса мешітіне сыйлыққа тартамын дейді. Сонда адамдар жиналып, мына бейшара қартайған ал жиын депті ғой. Ол кезде Опель жоқ, Газель жоқ. Кім апарады бұны ол жаққа? Айналайын, жынды, сен не айтып жатсың? Күледі, анау айтады. Менің шаруам жоқ қой, кім апарады? Мен сол үшін істедім, болды дейді. Сөйтеді, алады да үстін жауып қойып қояды. Салахуддин Аюби 40 жасында Әл-Ақса мешітін алады. Білесіз тарихын. Сөйтеді да әскерлеріне баяғы мінбәрді алдырады. Әл-Ақса мешітіне қояды. Сөйтіп сол жерде құтпа оқиды. Сол кезде айтады. Баяғыда осы мінбәрді қария істеп жатқан кезде адамдар мынау жынды болыпты ғой. Бұны кім апарады ол жаққа? Деп тұрған кезінде мен 8 жастайдым дейді. Бұл 32 жылдан кейін болып тұр ғой сонда. Мен 8 жасар бала едім. Аллар соған ыржыңдап күліп тұрған кезінде мен, я Алла, осы мінбәрді Әл-Ақса мешітіне апаруды маған нәсіп етші деп дұға қылып тұрды дейді. Дұғаның күші. Және айтады, сенім сондай. Сол атаның жанынан, сол мінбәрдің жанынан өткен кезде, ойнап жүрген кезімізде, инша Алла, осыны мен апарам, осы ағаштың үстінде тұрып құтпа оқитын болам деп айтады екен. Сол құтпа оқып тұрып осыны айтқанда. Біз балдарымызды жаңағы, былайша айтқанда материалистпіз біз. Құдай береді деген. Байқайсыз ба, кейбір адамдар жағдайына жеткен кезде не дейді? Жұмыс істесе, дұрыс айтып тұр негізі, жұмыс істесе, артында Құдай береді деген сөзді айта салмайды ғой. Жұмыс істесең болады. Біз де жұмыс істедік. Өз күшіммен жеттім мен осы. Ескерсіз бе осындай сөзді? Көп, өте көп. Мен өз күшіммен жеткем. Күні түні ұйықтамай жұмыс істедім, таптым, үйттім, мен өз күшіммен жеттім. Ешкім көмектескен жоқ. Осы жерде Алланың қалауы десең де әдем болып кетер еді. Жоқ, мен дейді. Өзіне серік қоспайды ғой адамдар ше. Бірақ Алланың қалаусыз, біздің аталарымыз не дейді? Құдайдың қалауынсыз қурай да сынбайды дейді. Негізгісі Аллаға беруші. Балдарымызды істер кезінде соның берекесін Құдайдан сұрап бастаса, бисмилламен бастаса, және ерте тұрса ше, сол адамдардың ісінде міндетті түрде береке болады. Және жұмысты айлығын таңдамаса, жұмыс таңдаса, және Алла үшін істесе, Құдай көріп тұр, басшы емес.